Совет заманында бір мешіт болған жоқ. Көршіміздің үйімізде 5 тонна, 6 тонна, 7 тонна көмір түсіріп атады. Шешеміз айтады: "Ей, үй алмай нағып отырсың, ана күрегіңді ал да бар шашан үйге." Ал енді қазір кім-кімге көмектесіп жатыр? Ал Қазақстанда 3000-4000 мешіт бар, күнде уағыз айтып жатыр. Бір көршінің баласы келіп көмектеспейді ғой. Бірден істеп жатса, көмектеспейді. А бір-екеуіне айтсаң, "Аға, қанша бересің?" дейді. Қанша бересің дегенде біз көзіміз ашылып, есіміз кіріп, етегіміз жапқалы естіген сөзіміз емес. Осы жақын соңғы 20 жылдың ішінде естіп жатырмыз сөзіміз. Қанша бересің аға? Масқара десеңші. Масқара ғой. Ау, баяғы қазақи сенімнен айырылып бара жатырмыз, Мұхтаржан. Қазақи сенім деген не? Туған нағашым ғой. Қойсайыңдар, туған нағашым келіп жатыр. Туған женім ғой, туған апа жездем ғой, туған қыз күйеу ғой, туған құдашам ғой, туған женім ғой, туған бөлем ғой, көз көргенім ғой, ауылдасым ғой деген сөзді жоғалтып бара жатыр. Оны не үшін жазды? Мейірімсіз материалистер мекені мешітте деген. Не үшін шыққан? Пәленше қайтыс болып жатыр деді. Сол мешітте отыр еді. Сосын ол кім деп сұрады. Ол кім деп сұрады имам. Сөйтті: "Ол пәленше." Кім ол? Бір ан жерде істейтін, күзет істейтін кісі. Сөйтті де қарапайым күзетші екен, қайтыс болып жатқан. Ана имам қасында отырғанға, наиб имамға: "Сен барып қайта ғой" дейді. Наиб имамға. А сол жерде әкім десе өзі кетеді ғой. Мен соның үшін жаңадай деп сол жерде шықты сөз. Өзі бір Құдай тағала бір періште ма, білмем кім екенін көзіме көрінбейді, құлағыма сондай сөз келіп тұрады да, сол жерде жазып аламын. Мейірімсіз материалистер мекені мешітте деген сөз сол жерде шықты. Тек сол жерде сала қой. Мейірімсіз, қайталап айтамын, материалистер мекені мешітте. Ана күзетші деп еді, наибқа: "Сен бара ғой" дейді. Қасында отыр. Сол күдікпен қоя ғой дейді. Талай мешіттің ашылуын жүргіздім. Мешіт, сен де аман бол. Әділбай, сен де аман бол деп үйге. Жайлауда жатып, киіз үйде. Біздер жаңағы бұрын солай болған ғой, киіз үй болмаса жерден төле қазып алған жер төле дейді. Сонда ана жұлдызға қарап, аспанға, айға қарап, жұлдызға қарап жатып, ана қасында жатқан баласын әкесі: "Ей шырағым, ана жақтан әкең, атаң, жеті атаң қарап тұр, нағашы атаң қарап тұр ана жақтан. Сен жаман болуға тиісті емессің. Аналар ана жақтан көріп қояды да, сенің жаман болсаң, олар қиналып қалады ғой" деп айтқан адам сонда екі дүниені білмегені ма? Соның үшін қазақ айтқан: "Әруақты жерден ат үркет" деген. Қазағың қайда? Әруақты жерден ат үркет. Ат жануардың өзі ана жерде әруақ жатқанын біледі екен. Не деген қалыппыз? Мысалы үшін ат түгіл есектің өзі иесі алдына түссе үстінен баспай секіріп кетеді. Ат түгіл есекке Құдай ес беріп қойған. Біздерді біреулер сендер қарасың дейді. Қарасың деген сөз. Сонда біздің хайуандай есіміз болмағаны ма? Біз қалай біреуден үйренеміз? Сонда не Құдайдың әділдігі қайда? Бізді кеміс қылып жаратып, соларға ақша төлеп тұрсын, дан төлеп тұрсын деп, оларды артық қылып жаратты ма? Біз содан айырылмай қайтадан сол жолға, қазақы жолға түссек, бізге ешқандай діннің керегі жоқ. Тек ана жаратушы, жарылқаушы, жасаған иеміз, Тәңірімізді ұмытпауымыз керек. Жаңағы мына молдалар айтады: "Иманды бол, иманды бол, иманды жоғалтпа." Айтып қақсақ келатыр. Дінге кіргізіп алып намаз оқыды да иманды бол. Ал қазаққа айтудың керегі жоқ. Бізде сенім болған. Қандай сенім болған? Ана жаратушының барын ұмытпағанбыз біз. Ана жақтан қарап тұр. Ата әжеңнің әруағы қарап тұрған ұмытпағанбыз. Соның үшін не? "Ой, әкемнің нағашы келіп жатыр" деп жүгіріп барып қойса еді. Не деген сұмдық? Не үшін? Ана атам мен әжем қайын жұрты келіп жатыр, атам мен әжемнің, әкемнің нағашысы келіп жатыр. Солардың әруағы назаланбасын деген сөз. Наразы болмасын, назырқамасын деген сөз. Не деген? Бұның бәрі неге жатады? Болған иманды бол деп айқайлауға жатпайды. Бұл мына қанмен, таза қанмен, сүйектің сұлтандығымен келген сенім. Ұмытылмайтын. Қазақи сенімде болсақ, біз еш нәрседен жоғалтпаймыз. Қорқыт атам бекер жатыр ма? Қобызды шығарған. Сол қобыздан бүкіл әлемнің контрабасы, виолончелі, скрипкасы бәрі сол Қорқыттың қобызынан шығыпты. Бәрекелді. Қаңлатамызда. Мына сына жазудан не шығып тұр дейміз ғой, жазу шығып тұр. Не дейсің? Ал сонда ана адамдар не ойлайтынын білмеймін. Арабтың, біздің тәртібіміздің, тәрбиеміздің, анаудың діңгегі арабтың діні дейді. Ал соны айтып тұрғанда, ана жердің астында жатқан атасы мен әжесіне күйе жағып отыр. Тағы былай деп айтады: "Өлі жебемей, тірі байымайды" дейді. Ал сен жебейтін өліні арғалай сүйегін сырғалатып атсың ғой. Қайдан жебесін ал сені? Сен бүткіл ұлттан, неден, ата-бабаңды кем қойып атсың ғой? Біздің қазақ анау, біздің қазақ мынау дейсің. Ана жатқан атаң қазақ қой, әжең қазақ қой.